Бізде Ақжол, машиналарды Ақтауда күтіп алатын жігіт қой. Seven Motors $100 жігіттерге тарқатып жатыр. Жұма күні бір жағынан сауап, бір жағынан мотивация ғой. Ол қайнап бердесің. Бейбарыс бізде таргет толық қой. Бейбарыс салмаймын, қалайсың? Еркекше. Кішкене мотивация болсын деген ниетпен ғой. Құдай қаласа. Енді одан да осыны апта сайын, ай сайын жиілетіп істеп тұруға ниеттеніп жатырмыз енді, құдай қаласа бәрі нормально болса. Болды, қайнап берге жіберейін. Болды. Давай, жақсы. Все, жақсы, давай. 50.000 теңге. Все, Бейбарыс кетті. Сынар деген кісіге жібереміз, сосын Ақжолға адам. Кетті. Кімге звондайсыз? Қадырге звондап жүрейік. Опа. Қадыр деген өзі мобил ұрғын ғой. Көшет жүр өзінде. В общем, Қадырге 50.000 теңге, содан кейін Сонаға түсіріп жүр, Соны. Сонаға тоже $100, короче. В общем, молодцы олар. Осы Кореяда біздің видеоны түсіріп, максимально қызмет етіп, сондай жақсы қызмет етіп жатыр ше. Алла разы болсын. Құдай қаласа, мотивация болсын сендерге. Сол еңбек әрқашан бағалану керек қой, негізі любой адам ше. Сол ғой. Все. Қазір жіберіп жүрмін. Сонаға 100.000 жіберемін ғой, үшме. От души, братан. Соны Қадырге беріп жарайма. Қадырге беріп жарайма. Неден бөлек, айлықтан бөлек, не ғой, бонус қой. Алла разы болсын. 100.000 теңге. Жазик алмай жатыр что-то. Жаңа жазикке звондап алмадық. Жолда болған екен, қазір қайтадан звондаймыз. Алло. Жазик, қалайсың, жақсың ба? Жақсы. Дұрыс. Жазик, анау балаларға не беріп жатқанымыз ғой, бонус ше. Саған да $100 берейін деп жатқанмын ғой қазір. Ондайға всегда ашықпыз ғой деп. Всегда welcome ба? Все, сенің еңбегің ерекше ғой енді, компания үшін ше, Жазик. Болды оны, Жазик. Құдай қаласа. Қазір жіберемін саған, Рахмет. Давай. Жақсы. В общем, компания ашылғаннан бері бірге жүр ғой ше. Ыстығына да, суығына да, отына да, мұзына да бірге ше. Енді бұған не берсең де жарысады да, Жазикке 50.000 теңге кетті. Бізге комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Репост деген бар, ана белгі қазір қалдырып кетемін төменге. Соны тоже басып деген сияқты ше. Әрбір комментария, сториске лайк басып отырыңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сосын бізде подписчикте 4 адам бар. Соған жазылып кетіңіздер. Құдай қаласа жақын ортада бір адамға мен көлік беремін ше. Құдай қаласа өте жақын қалды. Содан кейін 200.000-ға жетсе, сол араларыңыздағы бағанағы лайк басып бізді қолдап отқан адамға бір көлік беремін тағы да. Анау осы 2 жыл алдым ба, 3 жыл алдым айтқанбыз, 200.000-ға жетсек, бір көлік береміз деп ше. Бірақ енді адам болғаннан кейін ұмытады, не істейді. Сол кезде бом болды да, жазылып анау деген сияқты. Мен, бір адам ғана бізге постоянно лайк басады, лайк басады. Мен барлық комментарияларды бәрін қарап отырамын ше, өзімше лично. Сондықтан бір осы араларыңызда бір адам бар, мен соған берейін деп жатырмын. Ол менің туысқаным емес, ол менің бауырым емес, көршім емес та негізі. Бірақ біздің оқырман, бізге адал оқырман ол ше. Өйткені бізге сеніп, бағанағы біздің айтқанымызды істеп деген сияқты. Бізге как поддержка беріп жатыр, былай айтқанда. Сторисіне салады, не істейді. Еще тек қана бір апта, бір 2 ай емес, уже 2 жыл ма болды. Қоймай, қайталап салып жатыр, в общем ше. Сол кісіге бір мен иншалла бір машина беремін. Осы жақын ортада, оны да видеоға саламын. Сол барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Құдай қаласа, Кореядан, Америкадан тиімді көліктерді, тиімді бағамен алам десеңіздер, хабарласыңыздар. Seven Motors.